Жалпы қоғамымыздың адамдар арасында қарым-қатынасының ең үлкен індетінің бірі ол жағымпаздық. Осы індетке Алаш қайраткерлері қандай ұстанымда болды? Алаш зиялыларының бірі Әлихан Бөкейхан Самара қаласы 1915 жылы Қазақ газетінің 140 санында орыс қаламгері Чеховтың «Хамелеон» әңгімесін бізге былай баяндайды. Жазды күні күн ыстық, дүкен ашып, саудагерлер ұйқы басып, базарда қайшылар да жоқ. Сол базардың ортасымен Ашумелов өзінің көмекшісімен келе жатады. Кенет тосқауылдан бір дауыс айғай-шу естіледі. «Ұста, жүгір, жет, жіберме, қабаған ит» деп. Сөйте тұрғанда қыңсылаған иттің дауысы шығып, сол итке бір кісі жүгіріп, құлап, шалынып, иттің артқы аяғынан ұстап алады. Ұйқы басып жатқан саудагерлер әп-сәтте оянып, жаңағы болған жерге бәрі топ-топ болып жинала кетеді. Ашумелов өзінің қызметкерімен жаңағы болған оқиғаға тез жете қалады. Ашумелов деген бұл полиция қызметкері. Топтың ортасында қолын ұстаған бір кісі тұр. Түрінде «Мана итті жазалау керек, бұл маған зұлымдық жасады» деген бейне бір тұр. Қасында жерде қыңсылаған күшік ит жатыр. Сол топқа барды да мән-жайды сұрай бастады. Қолын ит істеген адам сол ауылдың зергері екен. Бұның жазасын беру керек деп жаңағы зергер шағымын айта бастайды. Бұның иесін табу керек. Бұл әй-шәй жоқ, иттер жолда жүріп, әркімді тістей берсе, онда неміз қалды дейді. Сонда офицер Ашумелов ашуланып, «Мына итті иесін табыңдар, және оның жазасын беріңдер». Қасындағы көмекшісіне айтады: «Протокол жаз, және ит құтырған шығар, оны өлтір, атыңдар» дейді. Сөйтіп кенеттен топтың арасынан бір дауыс шығады. Бұл генерал Жигаловтың иті ғой. Япырай, не дейді? Кімнің иті? Генерал Жигаловтың иті ғой дейді. Сөйтеді де қасындағы көмекшісіне айтады: «Жеңімді түрш, күн ыстықтап кетті. Жаңбыр жаумай ма? Қайтеді өзі» дейді. Жигалов генералдың итін естігенде, ол қайтадан жаңағы зергерге тиісе бастады. «Сен зергер, биттей күшік, өзің дәусің, мен сене алмай тұрмын, сенің қолыңды қалай тістеп алды? Мүмкін сен қолыңды әдейі тырнап, қанатып, сол күшіктің жазасын беріп, ақша істемекшісің бе?» Сөйтіп бір тосқауылдан тағы бір дауыс шығады. «Өтірікші, бұл өзінің папирусымен кішкентай күшікті мұрнына тигізіп, ырылдатып, әдейі қолын тістетті». Сонда зергер тұрып: «Неғып өтірік айтасың сен? Сен көрдің бе? Сен көрген жоқсың ғой. Ол тістеген, істемеген сен қайдан білесің? Сот білет» дейді. «Оны сот шешет» дейді. Қазір бәрі белдей құрдас қой. Құрдастар болғаннан кейін менің де ағам жандарым қызметінде істейді дейді зергер. Сонда Ашумелов: «Доғарыңдар» деп айғай салады. Қасындағы көмекшісі тағы да: «Бұл генерал Жигаловтың итіне ұқсамайды. Генерал Жигаловтың иттерінің бәрі таз ғой» дейді. Сонда Ашумелов тағы да сұрайды: «Рас па? Шынымен де таз ба иттері?» «Иә». Сөйткен кезде Ашумелов тағы да: «Ана күшікті не болған? Жын ұрған ба, құтырған ба? Алыңдар, жинаңдар, жаңа зергерге айтады, артынан зертте, оны анықта, иесі кім екенін, сосын оны соттатайық, жазалайық» дейді, «жазасын берейік» дейді. Сүйдегей тұрғанда тағы да қастан бір кісі шығып: «Ол генерал Жигаловтың иті, мен оны көргем оның қорасында» дейді. Сонда Ашумелов қасында көмекшіне айтады: «Не болды, күн суып кетті ма? Мен шинелімді кигізші» деп көмекшіне айтады. Сөйтіп айпырмай: «Не болып кетті өзі» дейді. Сөйтіп жаңағы зергерге тағы да тиісе бастайды: «Сен кінәлісің» деп. Дау буламай болып отқанда топтан тағы бір кісі шығып: «Әне генерал Жигаловтың аспазшысы келе жатыр, содан сұрайық» дейді.
Сөйтіп генералдың аспазшысынан тоқтатып, келші бері кел. Аспазшы, мына генерал Жигаловтың осындай иті күшігі бар ма еді дейді. Жаңағы аспазшы қарап, жоқ, ит туғалы бері ондай күшік көрмедім дейді. Ашумелов тағы да өзгереді. Ана қаңғыбас итті алыңдар, сұры да, түрі де ұсқынсыз екен, оны апарып атып тастаңдар дейді. Сөйткенде аспазшы, жоқ, ол генерал Жигаловтың ағасының иті дейді. Айпырмай не болып кетті деп Ашумелов қайдадан не істейді? Жаңағы күшігім-ай, саған ешкім тиіспейді, қорықпа. Аға, генерал Жигаловтың ағасы екен ғой, қонаққа келді ме? Қашан келді деп таң қалып, жаңадай қайттан өзгере бастайды. Міне, Ашумелов сол аспазшыға жаңағы итті көтеріп қолына алып, ертіп жөніне жіберген екен. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан осы әңгімесінде бізге не айтқысы келді? Бізге өскелең ұрпаққа осындай ғибратты әңгімемен, яғни шенмен сыйласу емес, шенмен сыйласқанның әділдік бейнесі кетеді. Сол үшін осы өскелең ұрпақты уайымдап, осындай жақсы әңгімемен бізге ғибратты түрде жеткізген.